Ауыл аманаты бағдарламасы ауылдағы бизнестің дамуына сеп болуды. Әулиеата өңірінде аталған жоба аясында 8 мыңнан астам тұрғын кәсіп ашқан. Жеңілдетілген несиемен тұрғындар егін егіп, мал бағып қана қоймай, шағын кәсіпті де түлетіп отыр. Жалпы жоба өңірде қалай жүзеге асырылып жатыр, тақырыпты әріптесім Келбет Шәмші тарқатады. Осыдан 6 жыл бұрын пилоттық жоба ретінде басталған бағдарламаға осы кезеңге дейін 8 мыңнан астам адам қатысқан. Жалпы сомасы 50 миллиард теңгенің шағын несиесі берілген. Бүгінде бағдарламаға қатысушылардың да саны артқан. Несие алған халық мал басын көбейтіп, жылыжай, наубайхана, кондитерлік цехтар ашқан. Микрокредитін ерте жауып, немесе график бойынша жауып, қайтып келген қаржыны жаңадан жаңа өтінімдерді кредит беру үшін қайта бағыттап жатырмыз. Осыған байланысты сонымен қатар енді осы өткен жылдан бастап шешім қабылданған болатын. Нақты мал бағытында несие беруді уақытша тоқтата отырып, кәсіпкерлік бағытын дамыту мақсатында қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сәйкесінше өткен жылдың қыркүйек айынан бүгінгі күнге дейін 345 адамға 2,5 миллиард теңге көлемінде қаржы берілді, микрокредит. Бұл қаржыларға адамдар тарапынан жаңа жұмыс орындары құрылды, жеке кәсіпкерлер құрылды. Несие алған кәсіпкер Асылжан Сағындық өнім үлкен сұранысқа ие екенін айтады. Өйткені тауықтар химиялық қоспаларсыз тек табиғи жем-шөппен қоректенеді, яғни толық органик. 45 күнде тауарлы салмаққа жеткен тауықтарды эко-чикен тұтынушылар кооперативі арқылы Алматы қаласына өткізеді. Шағын фермадағы таза табыс орташа есеппен айына 500 мың теңгені құрайды. Осы эко-чикен бағдарламасы аясында 2,5%-дан СПК Тараздан несие алдық. Осы өздеріңіз көріп отырғандай кішігірім құс фермасын аштық. Қазір таңға уже 3-ші циклды айналдырып жатыр. Қазір осы бойынша енді өзімізге қосымша табыс ретінде, жеке кәсіпкер ретінде ашылып, табыс көріп жатыр бұл айтқан кезде. Мемлекет тарапынан көбінесе рахмет. Осы жергілікті атқарушы органдардан естідік, әкімшіліктен осындай бағдарлама бар екен. Осыған байланысты осы эко-чикенге барып қайырылып, осы қазір таңға 1,5 бас құс бройлерін өсіріп жатыр. Дегенмен несиелеу үрдісі қарыз алушылардан қайтарылған қаржы есебінен жүргізілді. Бүгінде қолдау тапқан 345 жоба қаржыландырылды. Жалпы жоба толық іске асқан жағдайда 10 мыңнан астам жаңадан жеке кәсіпкерлер тіркеліп, нәтижесі жұмыспен қамтылғандар саны 7 мыңнан астам адамға қысқарады. Келбет Шәмші, Қанат Бақтұлы, Айқын ақпарат.